қазіргі біздің интернетті ашып қалсаңыз, телевизорды ашып қалсаңыз, анау бесіктегі баланың құлақ еститін таяқ ұстаған шалға дейін қайын ата мен қойын ата, ажырасқан мен табысқан, бай таппаған қатындарға бай тауып, қатын таппаған еркектерге қатын іздейтін каналдан қазақ халқының миының санасы уланып болды. Жетет, осындай каналдың бәрін тоқтатып, қазақтың ата-бабадан келатқан осындай мал шаруашылығын дамыту каналы, немесе өндіріс туралы, жетістік туралы. Қазақ елінде білесіздер, өндіріс аз, енді халық оянып келеді. Мына халықтың санасын улайтын, осындай болмайтын арзан дүниелерді көрсетуге тыйым салуыңызды сұраймыз. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, мынандай өндірісті қолдап, жаңағындай түкке пайдасы жоқ халықтың санасын улайтын каналдардың бәрін жауып, шетелдің анау Шехризаты мен Анандиларын тоқтату керек. Қазақтың ата тарихынан бастап, мына батырларымызды, мына Жумун Ханзада деген киноларды көріп болдық. Енді оны көретін халықтың жағдайы жоқ уже. Осыны айтқым келеді. Осы айтып отырған сөздерді көріп отырсаңыздар, қазақ даласында осы мал шаруашылығының тізгінін ұстап отырған үлкен ағаларымыз бар. Мыңдаған, мыңғыртып мал бағып отырған. Қазақтың осы отандық дүниесін алыңыздар. Шетелден дүниені алмай, сіздерде ақша болса, отандық дүниені алсаңыздар, бізде тез дамимыз. Халық қолдаса, жаңағы елбасымыз қолдаса, біз әлі талай белесті бағындырамыз. Каналға тіркеліңіздер, және осы айтып отырған сөздерді басқа интернет желісіне жіберіңіздер. Көре көсем болады, ести шешем болады дейді қазақта. Осындай үлкен шаруашылықты көріп, мына жастарымыз мал шаруашылығына бейімделіп келатқан. Осы күнге дейін мал шаруашылығын қолданып келатқан, мал бағып келатқан ағаларымыз осыған қарап бой түзесін деп осы видеоларды түсіреміз. Қандай керемет! Қазақстанның шаруашылығының 10 үлкен шаруа қожалықтың ішіне кіреді. Осындай шаруа қожалықтан үшеуі бар. Үшеуіне де орнаттық осындай дүниені. Алып жатыр қазақ елі. Бір тамшы су кірмейді. Мынау шірімейді, ашымайды. Көріп отырсыздар. Силос басатын, сеназ басатын дүние ол бар. Бұл шөп деген дүние. Су тимеу керек.